сыйып кеткенде зор болар еді Дейін нотада ел барлықтарыңа сәлем. Менің аты Жомбақ Сұлтан. Димаш. Бүгін кішігірім блог. Батыс жақта өте жаман потоп болып жатыр. Соған ауыл партиясы болып, ауыл пайдасын düşünеміз. Соған гуманитарлық көмек жинайын деп жатыр. Қазір соған кетіп барады. Кішігірім блог жүрмін. Сол жайт жайында білмеймін. Бәлкім бірдеңе қызықты болады. Барамыз. Айтсана ауыл партиясына деп. Ауыл жүргізін жеттер. Нейді? Диман машинасы екен? Соның артына қоя салма мен? Соның артына қоя салма? Мына кімнің орнына ау? Сөздің зарышасы тұсатпаса. Онда біраз шұрат дайындаған екен. Бірге жүріп онда. Я? Бөлемізді бөлемізді. Бірге барайық. Ар жақты бітіріп тастайық та біз ше. Короче, 10 рат киімдер бар ғой. Е. Короче, бүйтесің. Қай машина екен? Салатын? Сатқа салатын? Жоқ, не қажет. Қалқа сатқа кет жүріңдер, накидка алыңдар. Ауыл партия бастықтары Ассалаумағалейкум. Короче, киімнің 5-6 рат. Бұл жақта вообще ешкім жүрген жоқ. Біз сияқты бітіп тастайық онда. Короче, 5 теңге тасақ кеттім, бір адам берді. Кешке қарай келсіңдер, продажа жоқ пока дейді ғой. Бір ай оқшы көріп, Төртеуміз онда соқтып тұрамыз аша. Бізде қазір брошюрды алып тарқатамыз. Мұнда көмек жиналған екен. Біз төртеуміз тағы да басқа жеттер бар екен. Сөтке. Ауыл. онда, короче, Дима битик біз. Аха? Білмеймін әлі өтті. Я сол бөлек ауызы шатсыз да. Сен бірекмен қарап отырасың, әмет кеттік онда. Или мен сендермен бірге түсейін. Жүрші Дима. Өзің жақсы сөйлейсің. Өз сөйлей алмайын. Түсінуімше, основной приоритет киім сататын адамдарға жасалынады. Яғни план қандай? Айтамыз ғой, жаңағы батыстағы болған жағдайларға орай гуманитарлық көмек деп. В основном киім кешек сондай нәрселерді жинап жатырмық. Бірінші мынау киім сататын жерлерден бірінші наряд солай бөлейін деп жатыр кешке дейін. Алғашқы базарында жүреміз прямо осы жарға дейін. Құдай қаласа. Айта кетелік те мен, короче, киімді кепкасымен бірінші рет киіп тұрмын өзім. Хотя ауыл партиясының өзі қашаннан бері бар. В основном только мына жігіттердің киім жүріп бір бөлек сатқандарын видеоға түсіргендерін монтировать ететінмін. Монтажы мо. Бүгін енді осындай болғаннан алатын болдық. Делай, еркем. Білмеймін ғой, жігіттер. Жайлап былай барлықтарына не қоймыз да? Қазір тамағыз. Басы сутасын болады. Блин, негізі микрофон жоқ ше. Ладно. Видео түсірмелгенмей жатырмын. Әкім бөлініп алдық. Димаш екеуміз оң жақ ярус, Еркаб мен Нұрғас сол жақ ярус. Беріп жатыр қадындарға, пока әлі жеке өзімізге ешкім берген жоқ. Көрсетемесем көрсетемеген түрінде. Болмаса жаңағы автовокзалда екен баннер тұр, сол жерге өткізсе болады. Адамдар ана жерде Каспий номер жазылып тұр. Кстати, кім көмектескісі келеді, осы жақын арада уже барып шығады. Ана Каспий ауысқан жүрсеңдер. Алла разы болсын. Негізінен көмектесіп жүрміз ғой. Көбісі біраз бір шамамен көмектесіп жатыр. Алла разы болсын. Бірақ қазір негізі түсінуге болады халықтың жағдайын, өзі де сатушылардың жалпы базында жүрген халықтардың өзінің де жағдайлары мәз емес, шыны керек. Сатушыларда сауда жоқ себебі сатушыларда ақша онша көп емес.
бірақ соның өзіне қарамай жаңағы бірігіп алла разы болсын деп бір зат беріп ортадан ей тоқтаңдар бұлар мәңгі тағы да деп беріп жатқан жомарт жандар көп. Алла разы болсын. Құдай қаласа шын мәнісінде де болса киім зат болсын, ақша болсын, бәрі жетеді ол міндетті түрде. Соның сауабын Алла деп оны еселеп берсін. Жоқ, мәселе стратегия. Қазір сендер айтып шықтыңдар ғой, біз сәл кешігіп қалдық, сөйтіп енді өтіп бара жатқан, той балалар бергендер деп өздері шақырып алатындар өздері. То есть қалай біз айтамыз, олар біз айтып жатқан моментте сіңіріп үлгермейді да, кейін оқып, неғып, ойланып сіңіріп үлгереді. Сондықтан бүйту керек, бір қатар жүріп шығамыз ғой. Бір адам 5 минуттан кейін басқа біреу просто чисто әшейін разведкаға жинап шығатындай жүру керек. Неге? Ауыл гуманитарлық көмек деймін, басқа көмек деген әлем кетеді. Кем ауыл төрге шықсын деген. Жоқ, енді бұл енді официальный несі ғой, логотипі ғой бұл енді. Официальный логотипі. Негізі ондай бар ма еді? Істеп деген тек қана баннер и брошюра. Диманың өзінің. Бірақ баннер істеткен ғой, баннерда бар. Баннер істеткен баннер. Жоқ, главный баннерде болса болды, қалған на то и мы ходим ғой. Баннер Это мы должны объяснить. Білем, біліп тұрмын ғой сол. Содан, наверное, бағана бізге де ұрысып берген сол шығар, типа, келіңдерші. Голосовать етпеймін дегендей. Волонтер деген андай жазуы сарапай. Короче, киімдердің біразын уже аманат партиясы істеп қойған екен. Жерде біраз айтып отыр аманат партиясы. 2-3 күн бұрын жинап кетті деп. Аманаттың жіктері оперативный екен. Қысқасы, қазір енді кілемдер жаққа келдік. Бұл жер айтып отыр. Кілем сондай нәрсемен көмек жинасыңдар керемет болар еді дейді. Бірақ енді көреміз енді қалай болар. Біз ба? Осыны түсіндірші. Ар жаққа олай зор болады десе. Дұрыс қой? 20 адам болған өзі, 10 адам болған. Ну, онда бір-бірімізге кедергі жасайтын едік. Жақта 200 адам бар. Просто бәрін раскинуть етіп тастаса адам болады. Үйдеп тұратын ше. Қазір кішігін перерыв, скорее всего, обедке шақырып отыр деймін. Барып, жай қайтпай, жаңағы стратегия жасайын. Брошюралар тарқатып жүрген жермен қайтпақшымыз. Жаңағы, короче, кірем, Жұмата жаққа. Бір апай сұрайды көмек. Жігіттер айтсыңдар, көмектесерсің деп. Зато апай 5000 теңге берді. Ол енді көмек болғанда. Сказал, енді тура ана жерде болдым кеше емес, бұл ғана раз сағат бұрын палау алдым. Да, ощущается, как будто кеше сияқты. Хотя бы 5 сағат бұрын ба? 6 сағат бұрын ба? Еді. Мына жердегі адамды айтамын, мына жатасы. Короче, мына жерде не тарқатқан еді. Палау сәресіне. Қазір көрсем, мына жерде. Сол палауды біз алып айтамын сөзім. Шашым жағым болып тұр. Жалын ғой. Соған орай шашын капля тиген сайын одан бетер бүйраланады, солай кепкенмен естественно видно келеді. Сұрайды, неғып жүрсіңдер бекте? Sultan reakcisi деген бар. Instagram емес, ол да TikTok ол Sultan reakcisi деген. TikTok'та менде Sultan YouTube бар. Реакция па бірдеңе? Sultan реакция ол TikTok. В будущем общество барған кезде сен уже теряться отписан, потому что ты уже общался с самыми сложными людьми в обществе. Базардағы сатушылармен, да? Вот. А ертең обществоға барған кезде неше түрлі адамдар саған оңай болады араласу. Мысалы бірдеңе предлагать ете оңай болады, услуганы предлагать ете оңай болады. Программистсің ғой болашақ. Сол кезде өзіңнің навыктарыңды өткізген кезде сен смело өткізесің, да? Без андай. Кино. Соңға бір митингіміз болған. Ауыл партиясының волонтер едім. Менің кәсібім. Не ол, дыбыс беру керек бастаған? Жоқ, мен бермеймін, мен немін, в общем. Бер қоғым ғой. Травматтыш жаңағы. Травмат. Жігіттер опять ағымға шығып алып, біз демал алып, намаз алып, қазір қайтан шықтық. Бағана неге тоқтаған ек? Аяқ киімдер жаққа, қазір аяқ киімдер жаққа барамыз. Күшті болар еді, егер андай галош, үлкен аяқ киімдер берсе. Как раз таки ол жақта
тұтастығын бұзып жатқандықтан ол прям үлкен көмек болар еді. Қазір көреміз енді. Осылай жол жөнекей тарқап шықтық. Мұнда ортадағы неше түрлі заттар сататын киім, мектеп заттары сондайдан біршама наличный ақша берді. Енді қазір аяқ киімдерге енді жеттік. Қазір бөлінейін деп жатырмыз. Алла разы болсын, мұнда Камелия деген әпкелер прям 2 пакет аяқ киім толтырып берді. Иншалла бұның бәрі амансын жетіп жаңағы мұқтаждарға көмектесер. Мен болмай қалдым. Бірақ Дима нені айтып берсей не жайында? 2 шываки толтырып жүрген. Короче, бір кішкентай пакет шапкамен, бір кішкентай дананы болды сана. 4 шываки пакет. Қалпақ. 4 2 ма? 4 шываки? Короче, барамды айтамда, ана ауыл дейін да, бергел дейді да. Кішкентай береді деп ойлағам ғой. Сөйтіп шывакин алып кел дейді, қасындағы ұлтын апайға ше. Ана шываки тегілі коробка ше салып тұр ше. Дүк. Біреуін сап, болды деп тұрмын. Екінші шываки да алып бір уақытта. Мақыл деймін, 2 шываки алып кетіп бардым, уже біраз кетіп қалмын яқа дейін ше. Үйде бала бергел деп шақырып отыр. Қайттан барам 2 шывакимен. Тағы 2 шываки пакет береді. Мен келе жатсам 4-ін көтеріп келе жатыр. Бәсе Димашқа көмектесіп отырмын дейді, түсінбей қалдым. Димашта вроде жоқ, аяқ киімдерді Нұрғазыға беріп жүргенім деймін. Наоборот, Димаш саған көмектесіп отырмын, сол 2 пакетке түсінбей қалдым. 4 шываки базар жоқ. 4 шываки, қолпақтар. Куртка жақтарда болды, куртка жақтарда, короче, кіресің ол ешқайсының істірген жоқ, біз көрседі. Далбай, ампадетті, короче, Алаштың өзі ше, өзі администрациясы ма, білім несін жинаған екен, либо кешеді, 2 бұрын. Именно Алаштың өзі, басқа Аманат партиясынан бөлек Алаштың өзі жинаған екен. Бір бердік қой, газет оқып бердік қой дейді. Бізге өзі сәл, қалай айтсам болады, кішігірім сәл наразылығы. Бізден кейін тағы басқа біреулер келсе, ей, сен кет ары деп шығатын сияқты. Бірақ енді соның өзінде де қанша берсе де тағы 4 шываки толтырып беріп жатқан кісілер бар екен, соларға Алла разы болсын. Құдай қаласа саудаларың жүріп кетсін. Ең бастысы мынау болып жатқан жағдайдан, апаттық жағдайдан, қиын қыстау заманынан осындай бірлікпен шығайық. Және де тек қана бұл қиын қыстау жаңағы су апаты емес, жалпы еліміздегі барлық проблемалармен бірлік арқылы шығып кетейік. Құдай қаласа. Короче, ойлайды да, менің 100-200 жинала 1 миллион, 2 миллион, 10 миллион жетеді. Сол үшін қандай тиын болсын, 5 тиын болсын аямаңыздар да. И көбісі қызық емес оларға, олардың проблемасы емес сияқты, олардың жұмысы емес сияқты, бірақ осындай ситуацияда біз бір уақытта бірге болмасақ, ол ары қарай қалай болды. Мынау бүгінге жиналған күні, бүгін 6 сәуір күні. Өзінше официально сөйлеп кетсең. Жалпы осындай көмек жиналды. Аллаға шүкір, көп су бар ішінде. Ақшалай қанша адам кісілер берді. Сосын порошок бар. И бір кісінің жаңа 4 шапка берді. Шапка как раз таки ең керек нәрсе шығар, ол жерде себебі суық. Және екен көрсетер. Наличный осынша ақша жиналды. Тиындар. Сосын Каспийге де берілген шығар. Оны көреміз бе біз Каспийде? Каспий көреміз. Там Нұрбол бұл деген. Бірақ ол да иншалла жетеді. Бұл видео шыққан кезде уже көмек жетіп қалған болса керек. Список берген. Мұнда список қандай теңге, не теңге, не зат. Жалпы бүгінгі влог прям официально бір видео гайд сияқты болып кетті деймін ба, не дейін. Жалпы бір қорытынды жасағым келді. Бір күн бойы жинадық осы Алаш базарынан көмек деп. И көп адам шынымен де көмектесті. Бір адам 4 шываки пакет берді. Бір адамдар 2 блоктап сулап берді. Бірақ оған дейін де гуманитарный помощь жиналған екен басқа партиямен және Алаштың өзінің әкімділігімен. Ал біздің бүгіндікке қойған мақсатымыз орындалды, дұрыс па? Енді Құдай қаласа осының бәрі бір үлкен фураға жиналады. Ал ақшаларға керек нәрселер сатып алынады. Не болмаса керек адамға беріледі. Ал бүгіндікке біздің блог осындай официально нотада бітейін деп жатыр. Рахмет барлықтарына көргенге. Каналға жазылыңдар. Және де астына осы ауыл партиясын Instagram қалдырам. Осындай бір көмек ұйымдастырды. Қыстау заманында не болмаған даллада. Айтса?
Чух.